Армысыздар арнаның тыңдармандары. Оқырманымыздың өмірінен алынған шынайы үзіндісімен бөлісемін. Нұрлан 35-ке келгенде өмірі тыныш, бәрі орнықты. Жұмыс, шағын үй, мектепке баратын бір қызы, барлығы жоспармен жүретін. Әйелі Марал екеуінің арасындағы сыйластыққа ешкім күмән келтірмейтін. Маралдың ең жақын досы Сәуле. Ол жиі қонаққа келетін. Нұрлан үшін ол әуелде жай ғана отбасының танысы болатын, бірақ бір кеште Сәуле күліп сөйлеген сәтте оның жанарында байқалмайтын жылылық жарқ ете түсті. Сол сәт Нұрланның жүрегін әлдене қозғап өткендей болды. Кейінгі кездесулерде Нұрлан Сәулеге еріксіз назар аудара бастады. Үшеуі бірге ішкен шай, жеңіл әзілде. Марал жұмыстан кешігіп келген бір күні Нұрлан мен Сәуле ас бөлмесінде екеу ғана қалды. Екеуі де үндемеді. Бірақ сол үнсіздіктің көзінде жасырын сыр жатқандай еді. Нұрланның ойы тыныштық таппады. Таңғы ас үстінде Маралға қарап отырып өзін кінәлі сезінді. Сәуленің өмірі телефонында тұр, бірақ хабарласуға батпайды. Жұмыстан кейін көлігінде ұзақ отырып қалады. Мен отбасымды жақсы көремін. Неге жүрегім басқаға бұрылды деп іштей өзіне өзі сұрақ қояды. Сәуле де бөтен сезімді сезгендей. Кейде көзін ұзақ тоқтатып қарайды, бірақ ешқашан сөз бастамайды. Бір кеште Марал дастархан жайып Сәулені тағы шақыра. Әңгіме қызып тұрған шақта Маралға анасы қоңырау шалып, ол далаға шығып кетеді. Үйде Нұрлан мен Сәуле екеуі ғанаға. Ұзақ үнсіздіктен кейін Сәуле ақыры біз екеуміз шектен шықпайық деді. Нұрлан жүрегінің дүрсілін ғана сезді. Ол да сол ойда екенін түсінді. Сол қараңғы бөлмеде екеуі көзбен ғана келісіп, бір қадам жасамай, тек іштеріндегі сезімді үнсіз мойындады. Келесі таң Нұрлан әйелі мен қызына таңғы ас әзірлеп, бұрынғыдан да мейіріммен қарады. Сәуле біраз уақыт бойы үйге келмеді. Нұрлан ішінен шешім қабылдады, өз өмірінің тізгінін өзі ұстайды. Маралға бірге саяхатқа шығуды, күнделікті өмірге жаңа леп қосуды ұсынды. Сәулеге деген сезімі шынайы болса да, отбасы оның басты таңдауы болып қалды. Басқаға елігу жүректің әлсіздігі емес, адамның тірі екенін білдіретін белгі, бірақ өз тағдырыңды қай жолмен жалғастыратының нағыз ерлік. Кейде ең үлкен батылдық сезімді мойындап, соны өз қолыңмен тоқтату. Сезімге ерік беріп қателік жасап қоймағаныма шүкір етемін. Әйтпесе барымнан айырылып бақытсыз күн кешіп жүретін бе едім. Әртүрлі тағдыр, әртүрлі сезім, барлығы осы арнада. Бізбен бірге болыңыздар. Шынайы болған оқиғалар тек біздің арнада. Осы сияқты өз әңгімелерін айтатын қыз-жігіттердің, әпке ағаларымыздың хаттарын жасырын бөлісіп оқып береміз. Бұл жердегі мақсат тәубеге шақырып, қателікке бой алдырмау. Сондықтан соңына дейін тыңдап, арнаға қосылып лайк басып пікір қалдырыңыздар.